Қазақстан Республикасы Сарыбек Дүйсен атындағы Қарағанды академиясы. Жалпы білім беретін пәндер кафедрасы. Әлеуметтану пәнінің дәріскер, оқытушы Ғабдолла Таңшолпан Ғабдоллақызы. Дәріс тақырыбы: әлеуметтану және бірегейлік, отбасы және қазіргі заман, этнос және ұлт әлеуметтануы, дін және мәдениет. Дәріс жоспары: индивид пен қоғам арасындағы қарым-қатынас, гендерлік әлеуметтану, гендерлік тәртіп. Екінші жоспар: отбасының әлеуметтанулық перспективалары. Үшінші: этникалық жүйелер, этнос, халық, ұлт. Төртінші: дін, негізгі түсініктер, дінді әлеуметтанулық талдау. Индивид: адам табиғатының жалпы жан иесі, түрінің өкілі. Индивид түсінігінің өзі адамның адамзаттық түрімен бірлікте екенін көрсетеді. Адамды тұлға ретінде және индивид ретінде танытатын жекелік түсінігімен шатастырмау керек. Адамзат қауымдастығының жеке өкілі индивид болып саналады. Адам деген адамзат баласының жер бетіндегі басқа биологиялық организмдерден өзгеше қасиеттерін сипаттайтын жалпылама ұғым табылады. Индивид адам тегінің нақты өкілі жеке адам. Қоғам жалпы мағынасында мәдениеті ортақ, белгілі бір аумақта тұратын және өздерін біртұтас өзгеше бірлестік деп білетін адамдар тобы. Бар мағынасында бұрыннан немесе жақсы танымал ұлттық бірлестік болып саналады. Қоғам туралы түсінікті нақтылай түссек, қоғам деп бірігіп еңбек ететін және адамдардың жиынтығын, олардың арасындағы екі жақты қатынасты айтамыз. Біріншісі, қоғам адамның өмір сүру тәсілі. Қоғамсыз адам жоқ, адамсыз қоғам жоқ. Екіншіден, қоғам жеке адамдардан ғана тұрмайды. Ол сол жеке адамдардың өзара қатынасын көрсетеді. Жеке адам қоғамға ұжым арқылы енеді. Ол сонымен қатар бірнеше ұжымдардың мүшесі бола алады. Еңбек, партия, кәсіподақ, мектеп, тағы басқа сияқты. Демек, қоғам ұжымдардың ұжымы, бірлігі болып көрінеді. Тұлға әлеуметтік қатынастар мен байланыстардың бастапқы агенті болып саналады. Тұлға дегеніміз кім? Бұл сұраққа жауап беру үшін адам, индивид, тұлға деген ұғымдардың арасындағы мазмұндық айырмашылықты біліп алуымыз керек. Тұлға әлеуметтанудың өзекті проблемаларының бірі. Өйткені қоғамдағы болып жататын әлеуметтік құбылыстар мен процестердің, сол сияқты жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың іс-әрекеттерінің себептерін, мәнін, жеке тұлғалардың мәнді сипатты белгілер арқылы түсінуге болады. Әлеуметтану тұлғаның идеалды типін, яғни оның қоғамның идеясына сәйкес келетін немесе идеалды емес, қоғамға сәйкес келмейтін типін, оның идеалды типтен қандай айырмашылығы, ерекшелігі барын зерттейді. Әлеуметтануда тұлға негізгі екі тұрғыда қарастырылады. Тұлғаны қоғамдық қатынастар жүйесін араласып, оның бар жақсылықтарын бойына сіңіріп, тұлға ретінде қалыптасу. Әлеуметтік қатынастардың және салалы іс-әрекеттердің субъектісі ретінде тұлғаны қарастырамыз. Туған сәби әлі тұлға емес, ол тек қана индивид. Ол адам тегінің өкілі. Ол тұлға болу үшін негізгі екі шарт қажет: биологиялық, генетикалық заттың алғышарттары. Әлеуметтік ортаны болу қажет, өйткені онда мәдени орта болады. Онымен жас сәби бала әр уақытта байланыста қатынаста болуы шарт. Онсыз, яғни әлеуметтік ортасы сәби бала жан сияқты
бала жан жақты дами алмайтын болады. Адам тұлғаға айналуында екі үлкен кезеңнен өтеді. Тұлғаның ер жеткенге дейін. Жасөспірім бала сыртқы дүние туралы белгілі бір деңгейде білім жиынтығының жүйесін, негізгі бағалы, құнды бағыттар мен нұсқауларды меңгеріп және игереді. Ер жеткен кемеліне келгеннен кейін тұлғаның бүтін біртұтас көзқарасы, идеологиясы және белсенділігі өмірлік құбылыстарға байланысты бағытты қалыптасады. Осы кезеңде тұлға әлеуметтік сипатқа ие болады. Оның өмірлік стратегиясы және өзіндік ерекшелігі басым көріне бастайды. Гендерлік әлеуметтану бұл адамның өз гендерлік рөлін игеру үдерісі. Осы үдеріс арқылы ер және әйел ұғымына сәйкес қоғамдағы этикет нормаларын, жынысына қатысты құндылықтарды, қажеттіліктерді меңгеруге болады. Бүгінгі таңда гендер ұғымы бәріміздің жиі еститін таныс сөзімізге айналды. Бұл ұғымның әйел мәселесіне байланысты екенін аңғарамыз. Осы ұғымға тереңінен қарасақ, гендер тепе-теңдікті үйлестіріп отыратын саясатты қамтиды. Демек, тепе-теңдіктің өлшемі ер азамат, ал әйел ер адамнан кем болмауы. Олай болса, ер азаматқа жүктелген шаруаның бәрінен әйелдерді тыс қалдырмағанымыз жөн. Биліктік іс-әрекеттің өзінің мойындалуын сипаттайтын маңызды тұстардың бірі легитимділік. Легитимділік термині өмір сүріп отырған билікті өзінің бағыныштыларының, сонымен қатар биліктің басқа субъектілерінің заңды деп тануын анықтайды. Легитимділік терминін тарихи тұрғыда 1830 жылы Франциядағы шөле революциясы кезеңінде пайда болған легитимистер партиясының іс-әрекеттерімен байланыстырылған. Қазіргі таңда ғылым мен қоғамда ғана емес, сонымен қатар антропологиялық ғылымдардың барлығында гендер мәселесіне үлкен мән берілуде. Соған қарамастан, пәндік ерекшеліктері де сақталуда. Әйел мен еркектің жеке-дара қасиеттері мен ерекшеліктері талқыға салынуда. Әлеуметтанушылар гендерлік ереже қоғамның гендерлік стратификациясы, еңбектің гендерлік бөлінуі және басқа да қызметтері туралы жиі сөз қозғалды. Педагогикада гендерлік тәрбие, гендерлік әлеуметтану және тағы сол сияқты мәселелер қарастырылуда. Гендер ұғымы жыныстың әлеуметтік құрылымы деген мағынаны береді. Гендер қоғамның әйел және еркекке бөлінуінің өзі әлеуметтік өмірдің жемісі екенін көрсетеді. Гендер ұғымын әлеуметтік тұрғыдан қарастырғанда, ғалымдар осындай тұжырым жасайды. Гендер дегеніміз ерлер мен әйелдер арасындағы ерекшелік, әлеуметтік мазмұнға ие. Бұл ерлер мен әйелдердің бір-біріне деген әлеуметтік қарым-қатынасын білдіреді. Гендерлік әлеуметтану бұл адамның өз гендерлік рөлін игеру үдерісі. Осы үдеріс арқылы ер және әйел ұғымына сәйкес қоғамдағы этикет нормаларын, жынысына қатысты құндылықтарды, қажеттіліктерді меңгеруге болады. Бүгінгі таңда гендер ұғымы бәріміздің жиі еститін таныс сөзімізге айналды. Бұл ұғымның әйел мәселесіне байланысты екенін аңғарамыз. Осы ұғымға тереңінен қарасақ, гендер тепе-теңдікті үйлестіріп отыратын саясатты қамтиды. Демек, тепе-теңдіктің өлшемі ер азамат, ал әйел ер адамнан кем болмауы. Олай болса, ер азаматқа жүктелген шаруаның бәрінен әйелдерді қалдырмағанымыз жөн. Соңғы жылдардағы педагогикалық зерттеудің жетілген тұсында жарық көрген педагогикалық және психологиялық сөздікте гендер ерлер мен әйелдер арасындағы өзгешелікті негіздейтін әлеуметтік жыныс мағынасын білдіреді.
әйелдер мәселесіне тоқталсақ, әйелдер мәселесі қоғамдағы әйелдердің жағдайына ден қою, қоғам өмірінің барлық саласында әйел мен еркектің тең құқығына қол жеткізу, ұлттық және ұлтаралық мәселелерді шешу, саяси, әлеуметтік қайшылықтар мен кикілжіңдерді жеңу. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы ойшылдар әйелдер қозғалысын ер адамдармен бірдей азаматтық және саяси құқыққа тең дәрежеде қол жеткізу мәселелерін шешу ретінде қарастырған. Отбасы белгілі бір әлеуметтік нормалар, санкциялар, мінез-құлық, ерлі-зайыптылар, ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынастарды реттеушілікпен сипатталатын әлеуметтік институт болып табылады. Сонымен қатар, отбасы некеге немесе қаны бір туыстыққа негізделген, ал оның мүшелері тұрмыстың артықтығымен өзара жауапкершілікпен және өзара көмек көрсетумен байланысқан шағын топ. Неке отбасындағы қатынастарды қалыптастырушы болып саналады. Некенің маңызды принциптері бар. Олардың қатарына зат таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық жатқызуға болады. Ал оның негізгі белгілері: біріншіден, некелік немесе оның барлық мүшелерінің қандық туыстық байланысы. Екіншіден, бір жердегі бірге өмір сүруі. Үшіншіден, ортақ отбасылық бюджет болып саналады. Отбасының түрлері: билік формасына қарай авторитарлы, эгалитарлы, ал құрамына қарай нуклеарлы, кеңейтілген, толық емес отбасы болып бөлінеді. Бала санына қарай көп балалы, бұл 3 не одан да көп баланы айтамыз. Екінші орташа, бұл 2 балалы отбасылар, және де 1 баласы бар отбасы, және де баласыз отбасылар болып бөлінеді. Басқару принципі бойынша эгалитарлы отбасы, ерлі-зайыптылар тең басқарылады. Авторитарлы отбасы дегеніміз ерлі-зайыптылардың біреуі басқаратын отбасы. Үшінші, күрделі отбасы. Нуклеарлы отбасы мүшелері және ата-әже, ерлі-зайыптылардың туысқандары, достары, тағы басқалардың бір шаңырақ астында тұруы. Төртіншіден, толық емес отбасы. Ерлі-зайыптылардың біреуінің болмауы. Және де нуклеарлы отбасы, бұл бір некелік жұп және балаларының тұратын отбасы болып саналады. Некенің түрлері: неке моногамия, полигамия, гомогамия болып 3-терге бөлінеді, және де қосымша эндогамия, экзогамия. Қазіргі уақыттағы ең көп таралған түр гомогамия некесі болып саналады. Келесі кезекте некенің түрлерінің нақтырақ тоқтала кетейік. Моногамия дегеніміз не? Моногамия бір некелік неке және отбасының тарихи қалыптасуы, яғни бір шаңырақ астында ерлі-зайыптылардың ұзақ мерзімге отбасын құруы. Полигамия дегеніміз көп некелік, яғни полигамия көп әйел алуды білдіретін атау ретінде қолданылады. Үшінші, гомогамия, бұл азаматтық неке, яғни жаңа жоғарыда айтқандай, қазіргі уақыттағы ең көп таралған қоғамдағы некенің түрі болып саналады. Төртінші, эндогамия, бұл туысқандардың бір-біріне үйленуі. Бесінші, экзогамия, яғни жақын туысқандар арасындағы некеге тыйым салу. Яғни мысалға алатын болсақ, қазақ халқындағы 7 атадан аспай қыз алып, қыз беріп беру. Осы
ғасырларда әлеуметтік жағдайда бұны экзогамия терминімен байланыстыруға болады. Келесі кезекте этносқа тоқталсақ, этнос сол ең алдымен мәдениетті қауымдастық. Этностың пайда болуында аумақ және әлеуметтік қарым-қатынас тілінің ортақтығы шешуші фактор болып табылады. Саяси кеңістіктің ортақтығы мен халықтың әлеуметтік және шаруашылық әдістерінің ортақтығы да маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Қарастырып отырған ұғымдардың арасындағы ең кішісі бұл этнос болып табылады. Бұл тарихи ұғымға жатады. Ол қалыптасар алдында этностық қауым деңгейінен өтеді. Этноста мемлекет мен мемлекетшілдік деген түсінік болмайды. Бұл қауым жанұя. Ұлт пен халықтағы сындық қабат болмайды. Қатаң тағайындалған басшы болмайды. Қоғамдық абырой беделге ие, жасы үлкен адам басшы болып саналады. Және де қалған этнос мүшелері сол адамға бағынатын болады. Тілі мен мәдениеті бар. Ұзақ жылдар ғасырлар бойы дамыды. Этникалық ұйысудың басты тетігі салт-дәстүр. Әдет-ғұрып түрінде мұраға қалатын мәдениет болып табылады. Этникалық қауымдастықтың мағынасындағы этнос ретінде көбіне бірыңғай атау ортақ мәдени элементтері бар. Тағдырлас тарихы бар. Ерекше географиялық ортадағы топтық ынтымақтастық танытатын адамдар тобын атауға болады. Бұған әрине біздің қазақ мемлекетін алуға болады. Яғни ұлт пен ұлыстардың ұзақ жылдар бойы бір жерде еңселесуін нақты мысалға ала аламыз. Этнос ұғымына анықтама берген Вебер. Этнос мүшелері сыртқы бейнелерінің әдет-ғұрыптарына ұқсастықтарына қарай немесе ортақ отаршылдық не көші-қонды басынан өткерген тағдырлас тарихына қарай өздерінің шығу тектерінің бір екендігіне сенетін. Бұдан кейін де көптеген зерттеушілер этносқа аумақ, тіл, дін ортақтығының негізінде өзінше анықтама беруге тырысты. Алайда Гумилевтің пікірінше аталған белгілердің бірде-бірі жалпыға бірдей кез келген этносқа қолданыла бермейді. Сонымен бірқатар зерттеушілер белгіледі. Халық, яғни тұрғындар, қандай да бір аумақты тұрақты дамыған немесе бүкіл жер шарын жайлаған адамдар жиынтығы. Адамзат тарихының басым бөлігінде әлем халқы тым баяу өсті. Ол әлеуметтік экономикалық даму деңгейінің төмендігінен, адамның табиғатқа тәуелділігінен туындайды. Мәліметтер бойынша, біздің дәуіріміздің басында әлем халқының саны шамамен 250 миллионға жуық болған. Дін туралы мәліметке келетін болсақ, қазіргі уақытта жалпы дәстүрлі діндер санатында ислам діні, христиан діні және будда. Жалпы дін дегеніміз не? Дін адамзат қоғамындағы аса күрделі және маңызды әлеуметтік мәдени сана болып саналады. Діннің басты мақсаты адамның рухани жетілуі және оның жаратушы Құдайға деген сенім. Ислам философиясының түсіндіруінше, дін дегеніміз әлемді байланыстыратын күш, Алланың барлығына деген сенім. Ислам тұжырымдамасы бойынша рухани жетілу сатысының бірінші деңгейінде тұрған адамның алғашқы махаббаты, таза құлшылығы, қорқынышы Аллаға арналады. Яғни Құдайға деген адамның сенімі. Дін сөзінің араб тіліндегі мағынасы сыйлық, үкім, есеп, жаза, мойынсыну, бағыну, құлшылық, шариғат, заң, жол төсте кейбір жағдайларда ұлт деген мағынасы да қамтиды. Ал діннің термин ретіндегі мағынасын Алла Тағала тарапынан берілген адамзаттың өмір сүруін ретке келтіретін, адамның аса күрделі жан дүниесін рухани тірек болатын заңдылықтарды ақыретте Алланың разылығына кенелуіне уәде етілген
мәңгілік жәннаттағы қуаныш пен бақытқа жетелейтін жолдарды көрсетеді деп түсіндіруге болады. Сондай ақ, дін ұғымы адамзатқа пайғамбарлар арқылы жеткен, жаратушыға деген құлшылықтың заңдылықтары мен тәртіптері. Әрине, біз бұл жерде діннің ұлан ғасыр мағыналас көп қырлығын барынша синтездеп, негізгі деген ұғым ретінде келтіріп отыр. Ақырында бұл тақырыптың шеңбері мұнымен шектелмейтіні даусыз. Дін социологиясы адамдардың дінге негізделген әлеуметтік қатынастарын зерттейді. Сондықтан дін әлеуметтік феномен ретінде социологтар үшін аса маңызды зерттеу объектісі ретінде қарастырылады. Дін социологиясы діннің кейбір бағыттары бойынша адамдарды белгілі әлеуметтік әрекеттерге жетелейтін қоғам сегменттерінің пайда болуын зерттейді. Мәселен, бір діннің яки сектаның мүшелері өздерінің діни наным-сенім бойынша белгілі бір әлеуметтік іс-амалдарды жүзеге асырып жатса, белгілі бір формада киініп, белгілі қоғамдық қатынастарға түсіп жатса, сол тікелей дін социологиясының зерттеу саласына кіреді. Назарларыңызға рахмет.